Сіздерге түсінікті болу үшін осылай видеоға түсіріп жатырмыз ағайындар. YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар, Алла қаласа қуанып қаламыз. Талғат ағам қанша уақыттан бері біздің жаңа группамызда тіркелген, осы кәсіпке қызыққан. Енді бүгін Құдай қаласа 1 квадрат алатын күні туып тіреген, келіп тұр. Өз көзімен көріп жатыр, кәсіпті көзімен көріп, қолымен ұстап көрейін депті. Ауылда көбім осы маңылдың көңі бәрі босқа жатыр әр жерде. Осы ауылдағы біреу жағып жатыр десеңші, мусор қылып. Мусор қылып жағып жатыр, далада жатыр искаспай. Соны осы ауылдағы ағайындар қолға алып осы кәсіпті нағыз таптырмайтын кәсіп деп ойлаймын ауылдағылар. Осы жұмыссыз жатыр. Ой-бой, мына екеуін бөліп жедім ғой. Мына екеуі қосылып жатыр еді. Енді өткенде Гүлнар апайымыз айтып отыр. Гүлнар апай деген апамыз бар. Жасы 50-ден асқан. Сол кісі айтады, 2 үй салдым дейді осы кәсіппен. Есік терезесін ауыстырып, үйінің кредитінен құтылдым дейді. Қазақстанда 94% адамның кредиті бар екен. Мысалға да, кімге жоласаң да айтады бәрі, кредитім бар деп ше. 6% адамның кредиті жоқ екен. Сол 6 бақытты адамдардың қатарына кірдім дейді. 6% бақытты адамдардың қатарына кірдім дейді. Жаңа Гүлнар апай ше. Бисмилля, мына Талғат ағамыз алайындап жатыр осы жерден. Мына шлаушының тығыздығын қараңыздар енді. Қалай, Талғат ағам? Ұнап жатыр ма? Талғат ағам ешқандай зорлау не жоқ қой? Өзіңіз разылығыңызбен алып жатсыз ғой? Разылықпен ба? Алла берекесін берсін. Әмин. Шымкентте жап-жасыл болып тұр ғой. Осы тастасам бола ма? Жаз болып тұр ғой, жаз. Болады, 5-те 2 қылыңыз да. Бұна қарай 5 метр. Күн түсетін бұл жерге ше. Ертең анау қораға несие бересіз жалдың бөлдерші. Бисмилля, ассаламу алейкум. Біздің Шымкенттегі грядкімізге келдік. Мынау Құрсай ауданынан Талғат ағам келді бүгін. Алла қаласа осы ютубтан көрген. Көң деген жетеді. Аллаға шүкір бізде шикізат деген тегін. Жалпы мал, егін, осы шлаушының шаруашылығы өзі егіс сала ғой негізі аға. Мен сізге айта берейін, мына жаққа түсіре берейін да. Өйткені қарасаңыз, малдан шыққан отходты шлаушын жейді. Көрдіңіз ба? Малдан шыққан отходты шлаушын жейді. Ал шлаушынан шыққан отходты, яғни тыңайтқышты біз өсімдікке береміз. Түсіндіңіз ба? Ал өсімдіктен шыққан отход бар ғой, жаңа саба, не мақтада нелер қалады, жаңа қауашақ бірдеңелер қалады ғой. Ол уже малдың азығы. Қарасаңыз, бір-бірімен айналып кеп тұр да, үшеуі айналып кеп тұр. Ал енді ол үш нәрсе бізде бар ма? Қазақстанда? Үшеуі де бар ғой. Бар ғой, мысалы, үшеуі де бар. Тегін тұр. Мына сабанның бетін жауып қойғанбыз. Не үшін? Мына сабан ылғалды сақтайды біріншіден. Сосын суықты өткізбейді. Түсіндіңіз ба? Суықты өткізбейді астына қарайшы. Мына жерде. Ана астына аштық міне, көзді жаңағы. Бұл жер әлі бізде дайын грядка емес. Бірақ бұл жерде шлаушын Аллаға шүкір жүр міне. Мына беліне осылай беліне кольцо байлағандары, бұлар уже 2 қабат. Яғни бір шлаушын аптасына 1 рет жұмыртқа тастайды. Бір шлаушын аптасына 1 рет жұмыртқа тастайды. Көрдіңіз ба? Мына бүйтіп, уже жайлап босана береді, көрдіңіз ба? Мына жағына келе жатыр. Енді біз алдында осы жерге асқабақ бергенімізді шығарғанбыз. Видеодан көрген шығарсыз. Жеңгемізбен, ағамызбен. Мынау жұмыртқасы міне. Көрдіңіз ба? Шлаушынның жұмыртқасы осы сап-сары. Осы 21 күнде тауық секілді ашады ғой. Түсіндіңіз ба? Осыдан 2-3 түктен 23 түкке дейін шлаушын шығады. Бір жұмыртқадан ба? Бір жұмыртқадан. Біз жаңа 100 есе, 200 есе көбейеді дейміз ғой бұны. Сонда бір кішкентай жәтінік болғанмен бұған Аллах тағала берекені беріп қойған да. Көрдіңіз ба? Мысалға ит деген итше 7, 8, 9 күшік туады ғой. Мысалға да. Бірақ қарап тұрсаң иттен қой көп. Қой бір уақыт туады, бірақ қой көп. Иттенше. Неге десеңіз, өйткені Аллах тағала қойға береке беріп қойған да. Көрдіңіз ба? Қойдың еті халал, ішсең сүт жаңа, мысалға да. Кисең киім дейді жаңа. Бізде енді сол жүнін қолға алып, оны бір фабрикада өңдейтін не болмай тұр ғой бізде ше.
қарап тұрсаңыз да. Ал енді мынау шама жүн, тері бәрі қалып отыр. бәрі мұзы болып қалып отыр мысалға да. Біз кішкентай кезімізде алатын тұғын ешкінің жүндерін ше пәлен теңгеден. Қазір ол да қалды мысалға да. Сиырдың, қойдың терісін өңдейтін фабрикалар ашылса, мал бағатын бауырларымыз қандай бір марқайып қалатын еді. Бір бүйірлер томпайып ше. Бүйтіп қарасаңыз да. Енді біздің қолымыздан не келеді? Тері илеп, оны өңдеу келмейді. Сүмке жасай алмаймыз, аяқ киімге кожа шығара алмаймыз мысалға ше. Малдың терісінен да. Ал бірақ мәттілікті істей аламыз ғой. Дұрыс па? Кезекті алып келесің, көңді жуасың, шылаушың. Ауылды таптырмайтын кәсіп. Иә, шылаушың саласың. Мысалы тұр. Енді мынау Талғат ағам қанша уақыттан бері біздің жаңа группамызда тіркелген, осы кәсіпке қызыққан. Енді бүгін Құдай қаласа 1 квадрат алатын күні туып тұрген, келіп тұр. Өз көзімен көріп жатыр, кәсіпті көзімен көріп, қолымен ұстап көрейін деді. Сол себепті бұл ағаны өзім алып келдім, қазір осы жерге. Міне осылай аға. Ар жақты көрдіңіз ба анау? Үстіне шөп шығып кеткен. Ол неден білесіз ба? Ол жаңа біздің берген асқабағымыз ғой. Асқабақ па шығып жатқан? Асқабақ. Неге? Өйткені мынау көң 15 пен 25 градусқа не да бұл? Жылы ғой бұл. Жылы болғаннан кейін анандай асқабақ шығады да. Ол асқабақты біз не істейміз? Үстін баса беріңіз. Ештеңе қылмайды. Ол асқабақты аударып тастаймыз біз ше. Төменге қарай ше. Бұның бәрін біртіндеп жұлып отпаймыз ғой. Енді бұл ертең мынау шірейді мынау. Асқабақ ше. Мынау жұлып тастағанымыз ғой. Бұл шірейді ғой. Бұны да жей береді ғой. Сол үшін жақтық ше. Көрдіңіз ба? Мен қолымда сотқа тұрып, мына жерде ашыңызшы жай бетін бүйтіп. Бетін бірінші сабанын алыңыз да. Сабанын алып алыңыз. Осы YouTube каналымызда, осы жерге аша беріңіз, осы жерге қайтып жабамыз ғой. YouTube каналымызда білесіздер, біз ағамыз, жеңгемізбен кеп, енді аударыңыз осы жерді бүйтіп төмен жоғары қарай. Ағамыз, жеңгемізбен кеп, шалушындарға азық бергенбіз біз ше. Осы 4 тонна 300 кило асқабақ бергенбіз. Ой-бой, мына екеуін бөліп жедім ғой. Мына екеуі қосылып жатыр еді. Бұлар қосылып көбейеді ғой. Қосылады екен бұлар. Бұлар қосылады. Мына көріп жағдайын қып-қызыл болып тұрған көрдіңіз бе? Бұл жақтық калифорнийский қызыл шалушынға балық та жақсы түседі екен ғой, балық ше. Балығы көрсетіп отыр, осының зор түседі ғой. Неге десе, бұдан жаңа көңнің иісі шығып тұрады екен мынадан ше. Ана өзінің тірлігімен кетіп батқан балықты қайтарып алады екен оны иісі ше. Реклама зор кетіп отыр ма? Жігіттер, қыздар. Мына жұмыртқасын көрдіңіздер ме мұны? Мына жұмыртқасы осы. Мына жұмыртқа аға көбейген сайын ше. Жұмыртқа көбейген сайын, в общем, сіздің жемесіңіз ғой, Алла қаласа. Өйткені айттым ғой жаңа 2-ден 20-ға дейін шалушын шығады деп ше. Түсіндіңіз бе? Оған жақсы жағдай жасап қойсақ болды ғой өзі. Мынау қанша күн жауған жаңбыр бұған витамин. Айттым ғой жаңа гранттың суы, хлор су болмайды дедім ғой. Сізге түсіндірдім ғой. Көң осындай болып, міне үгітіліп тұру керек. Ал көңнің ылғалдығын ше, ертең жазым күні не істейміз деген кезде былай істейсіз міне. Мынандайларды үгітші беру керек қой. Мынаны қарасаңызшы міне. Мына бүйтіп қысасыз ғой. Көңнің ылғалдығы қысқан кезде үсті біріксе, сосын сулы болып тұрса, бұған ылғал жетеді деген сөз. Түсіндіңіз бе? Енді бұлар қараңғыға қашады. Сыра азу ше. Мұны көрдіңіз бе? Мына жағдайларын қарасаңыз, қып-қызыл болды мұны. Бені бел ойлаған, не ойлаған. Жағдай жақсы деген сөз ғой. Жағдай жақсы. Мына мына екеуі қосылып жатыр мына екеуі. Көрдіңіз бе? Осылай көбейеді. Өткенде біреу жаңа бір бауырымыз, Абдумуталип деген бауырымыз. Үстіп байланып қапты, екеуін ажыратайын ба дейді ғой. Енді білмейді ғой. Кәсіпті қырсығын білмейді, сосын сұрап жатыр да. Болып бетін жабасаңыз сабанмен. Тек сол жерді алыңыз. Осы бетін ғана алыңыз. Сабан ылғалды сақтайды, сосын ыстықтан сақтайды. Көрдіңіздер ме? Алғасы мына нелерді үсіп жұлып тастаймыз, болмаса аудара саламыз. Сол үлкейіп кетпеу үшін үсіп жұлып тастаймыз ғой мынаны. Түсіндіңіз бе? Өйткені ертең тамырланып кететін болса, тамырда бізге не болады? Зиян келтіреді бұның ше. Бірақ үсіп жұлып тастай саламыз, оның тәшегін теріп отпайсың ғой. Негізген енді түсіндіңіз ғой, а? Енді мынаны енді көрейік бергіңіз. Мынау
сиыр мен жылқынікі мынау ше. Мынау только қойдікі мынау. Иә. Бұны да жаңа бетін ашыңыз, бір жер, мына жерді ашыңыз. Тек бетін ашыңыз, сабанын ше. Кейде осы сабан мен көңнің арасында жүре береді. Шылаушында ше. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай видеоға түсіріп жатырмыз ағайындар. YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар, Алла қаласа қуанып қаламыз. Телегрек болдырайын ба? Алдыра беріңіз. Мына асқабақ шығып жатыр. Шылаушындар жүр, Аллаға шүкір. Міне. Қойдым болма. Түсінбей жатыр ғой. Ұстап көрсеңші. Жылы. Көрдіңіз ба? Асқабақтың ұрығын өндіріп жіберетіндей жылы да. Көрдіңіз ба? Мыналар түсінбей жатыр ғой. Қараңғы жерде жатыр ек деп. Мына көбейіп жатыр, көрдіңіз ба? Бұл жағдай жақсы болған кезде ғана өйстіп көбейеді. Сол үшін көріп тұру керек, арасында қалай жағдай білдіреді екенсің да. Қысы жазы, жаңа термометр өлшеп аласыз ғой, өлшейтін ала аласыз ғой. Қысы жазы 15 пен 25-ті берсек, осылай көбейеді бізде. Түсіндіңіз ба, аға? Енді негізгі нелерін түсініп тұрсыз ғой, жобасы. Негізгі схеманы, негізгі системаны көңілдап келесіз, жуасыз. Осыларға осындай қылып қой, жаямда сразу су салып жуа берем, аға береді ғой бір жағын, иә. Мынаны көрдіңіз ба? Тамырында шығып жатқан шылаушының. Тамырында тойып отырды бұның. Осылай бауырлар. Кез келген көлемде шылаушын бүйегіміз бар бізде. Кез келген өңірге жеткіземіз. Көліктеріңіз болса болды. Салып жібере береміз. Аэропортқа қонайын деп жатыр мына самолет. Міне. Осылай бауырлар. Алхамдулилlah. Аллаға шүкір. Еңбек етсең, тояды қарың тіленбей дейм, еңбектің нанын жейміз. Алла қаласа. Міне. Мынау астында асқабақ бар ғой. Асқабақтың несінде жүр мына шылаушындар. Көрдіңіз ба? Асқабақ тәтті. Осының астында той болып жатыр. Енді осылай шығарып жүргеннен кейін шылаушындар өзіне қайтып кіріп кете береді. Мына просто бізге ертең тамырланып не істеп кетпесін деп жұлып тастаймыз да. Бірақ мына қайтып ертең шірігеннен кейін органика болады, бұны қайтып жей береді. Мынаны қарасаңшы мына аға. Тамырында жеп жатыр ма? Тамырдың арасында көп қой. Жоқ, мынау ұрықтың айналасында не болған ғой? Асқабақ болған ғой. Соны жеп жатыр ғой. Асқабақ жеп жатыр. Асқабақ бұларға той ғой, вечеринка ғой. Кәдімгі касса болады ғой. Кассаға жиналып жатыр ғой бұлар. Осы жерде. Алдын келген кезімде бүйтіп аударып астында шығып кетеді ғой негізі, иә? Иә, алдын келген кезімде кішкене құрғақтау болып не қылып тұрады. Мынау ше. Кеше қанша жауған жаңбыр бұған мощный болып тұр екен да. Ертең жаңбыр жаумайтын кезде уже су себеміз бұған. Ылғалдап тұрамыз. Сосын мына биік көп тұс қой, биік болып тұрған. Бұл биіктікті жаямыз былай қарай. Түсіндіңіз ба? Осылай бауырлар. Талғат ағамыз кеп тұр. Талғат ағамызға түсіндіріп жатырмыз. Түсіндіріп жұмыстар болып жатыр. Солай бауырлар. Негізгі схемасын түсіндірдім ғой. Енді өзіңіздің ойыңызды қазақ халқына айтып кетіңізші, бұл кәсіп жайлы. Сізге негізі онша не емес мынандай шоқақтау бұнда. Барыңыз айта беріңіз. Өйткені мана бағаны көрдіңіз ғой. Енді негізі жақсы кәсіп, менің өзіме ұнап жатыр бұл кәсіп. Иә. Бұл негізі ауылда көп болса малдың көңі бәрі босқа жатыр әр жерде. Осы ауылдағы біреу жағып жатыр десеңші, мусор қылып. Мусор қылып жағып жатыр, далада жатыр искаспай. Соны осы ауылдағы ағайындар қолға алып осы кәсіпті нағыз таптырмайтын кәсіп деп ойлаймын ауылдағыларға. Осы жұмыссыз жатыр көп жастар. Иә, сол жастарды айтыңыз.
соларға нағыз осы таптырмайтын жұмыс, осының ешқандай қиыншылығы да жоқ. Осыны үйреніп алып істесе, Қазақстанымызға қаншама көмек болады өзімізге, елімізге. Аллаға шүкір. Және өздерінде жағдайлары жақсарады. Иә. Соны айтыңызшы. Енді көп кешіктірмей қолға алса деймін енді. Енді әр өңірден тәуекелде осы менде қызығып бастағым келіп жатыр енді. Әр өңірден бір адам бастаса, мысалға да, сол өңірден бір адам қызықса, жаңа бағып атқан адамды алады ғой. Ал Қазақстан бойынша қанша ауыл, аудан, қала бар ғой. Сол бойынша біз қазір 2000-ға жетпейміз, санымыз ше. 19 миллионнан 2000 адам бар ғой. Мысалға да қарасаңыз да, ол 19 миллионның 1%-інде құрамайды да. 1%-ның 1%-ін құрайды. Енді өткенде Гүлнар апайымыз айтып отыр. Гүлнар апай деген апамыз бар. Жасы 50-ден асқан. Сол кісі айтады, 2 үй салдым дейді осы кәсіппен. Есік терезесін ауыстырып, үйінің кредитінен құтылдым дейді. Қазақстанда 94% адамның кредиті бар екен. Мысалға да, кімге жоласаң да айтады бәрі, кредитім бар деп ше. 6% адамның кредиті жоқ екен. Сол 6 бақытты адамдардың қатарына кірдім дейді. 6% бақытты адамдардың қатарына кірдім дейді. Жаңа Гүлнар апай ше. Алланың қалауымен бірінші очередь. Кейін осы кәсіптің себепкерлігімен ше. Сол себепті шамаңыз қаншаға жетеді, содан бастаңыздар. Мына Талғат ағам осы кәсіпке қызығып жүрді, зерттеді, ар жақтан көрді, мына жақтан көрді. Енді тәуекел етіп, қазір 150 000 теңгеге 1 квадрат алып жатыр. Солай бауырлар, Алла қаласа Талғат ағамнан үлгі алып, Құдай қаласа бастаңыздар. Қорықпай жастар қолға алып бастаңыздар енді сол. Машалла. Тәуекел түбі қайық дейді ғой қазақ. Жел қайық деп па? Ұшасың да кетесің дейді ғой. Иә. Солай бауырлар. Баршаңызға Алла разы болсын. Каналымызға лайк басыңыздар. Подписка бөліміне тіркеліңіздер. Осы кәсіпті баршамыз шамамыз келгенше қолдап, осы ауыл шаруашылығымен айналысатын, егін шаруашылығымен айналысатын бауырларымызға осы видеоның жетуіне үлес қосайық. Өздеріңіз айналыспасаңыздар да, осы кәсіптің төңірегінде жүрген бауырлар көруге үлес қосыңыздар. Баршаңызға рахмет. Бисмилля. Талғат ағамыз алайын деп жатыр осы жерден. Шылаушының тығыздығын қараңыздар енді. Қалай Талғат аға? Ұнап жатыр ма? Зор ма? Ұнап жатыр ма? Осы жерден салып беріп кетпей тұр ғой Талғат ағам. Көрдіңіздер ме? Майдасы да бар, үлкені де бар, кішісі де бар. Мына жер ылғалы жақсы болған екен, осы жерге жиналғанда. Түсініңіз бе? Бізден кім шылаушын алады, барлығына осындай тығыз жерден береміз. Өйткені клиенттің разылығы керек. Оның бір тиын ақысы жоқ бізге. Сол себепті осындай тығыздықта болған себепті біз квадрат метрін 150 000-нан береміз. Көрді ғой Талғат аға? Тағы бір аудың ішіне жет. Талғат ағама жаңа көйіп жатқан градкілерді бір көрсеттім. Қалай, зор ма? Зор. Талғат ағама көйіп жатқан жерді көрсеттім. Мына, Мәке апа, сіздерге де осы жерден береміз. Осындай жерден береміз. Ол ешкімге ақысы керек жоқ бізге. Ешкімнің. Талғат ағам көзбен көріп тұр ғой, тығыздығын. Зор ғой, Аллаға шүкір. Талғат ағам өзі ұнатқан жерінен алып жатыр. Тығыздықтар өте жақсы. Көрдіңіздер ме? Алла берекесін берсін, Талғат аға. Бұл дәл қазір жақсы көбейетін уақыты ғой бұның. Сала беру үшін. Ашып басып, көріп беріп адамыз. Тығыздығын ше. Бізге әрбір клиенттің разылығы керек. Талғат ағам көріп тұр ғой бәрін. Талғат аға ешқандай зорлау не жоқ қой? Жоқ.
А, өзіңіз разылығыңызбен алып жатсыз ғой? Бәрі ризашылықпен. Разылықпен ба? Алла берекесін берсін. Әмин, міне. Алға бастырып. Тығызы, мощный. Сіздерге де еңбектеріңіз жеміс берсін. Мына осылай 2 коробканы бір қапқа сап береміз. Бір салыңыз енді. Болды, осымен енді аузын жабу керек. Осылай тығыздаған. Аузын байлау керек қой. Қазір мен байлай салып қоя салыңыз болды. Келесі қапта аша беріңіз. Өз көріп алсын деп әдейі Талғат өзіне аштырып жатырмын да. Қапты өзіне аштырып жатырмын әдейі. Аузынша салынып жатқан шылаушымды көзімен көріп тұрсын деп. Дұрыс па, Талғат аға? Машалла. Міне Аллаға шүкір, Талғат ағамыз 5 қабын алды. Жақсы жерден алды ғой аға? Разысыз ба? Ризамын. Болды, міне 150 мың теңгеге. Таңдап көріп жүріп, ішінен сөйтіп тұрып алдым. Разылықпен алды ғой, главный. Ешқандай зорлық жоқ, не жоқ. Бір квадратты 150 мың теңге алды ағамыз. Өзі салып алды. Осылай бауырлар, хабарласыңыздар. Кез келген көлемде бар. Жақсы бауырлар. Ағамыздан есептесіп алды. Үнемі айтамыз ғой, біз шылау үшін жалпы органика жейді, шірінді жейді деп ше. Талғат ағаның үйіне келсек, көңілін көруге ше. Сөйтсек шылау үшін жүр ғой жарықтық ішінде міне. Бұл енді местный шылау үшіндар ғой. Бірақ бұлар осында шірінді жейді, органика. Түсіндіңіз ба? Жаңа жақта көрсіз ғой, влажный жерде қағанда үймелеп жүргенше. Бұлағанша жумақ қойсаңыз болады. Иісі де жоқ екен, иісі де жоқ. 1 жылдан бері жатса ше. 1 жылдан бері жатыр осы. Болды. Прямой сала беріңіз әкеңізді. Енді арасында осындайлар болса, бір шайып жегенде дұрыс. Негізше. Түсіндіңіз ба? Бірақ мына қаттыларын не қылмаңыз, мақма? Тастамаңыз, ертең қаттылар өзіңізге не болады? Шама кісе қылмай ма бұна? Жылқыныкі ма, ненікі мұна өзі? Болмаса үйсіп майдалап жересіз, мақма? Қаттысыны. Түсіндіңіз ба? Асты жұмсақсақ па? Шөппен араласып мощный olur onu. Necə dal aslında arkadaş? Üst balası bu түсіндіңіз ба? Қоңыршыл болса, жалпы қоңыршыл болса осындай азық бар деген сөз да бұл. Түсіндіңіз ба? Шылаушынға азық бар. Ана ешек құрт бар, үлкен құрттар бар, олардың бәрі сол. Бетінде шөп бүйтіп бұрын бетін жауып тастаған ғой мынаны. Жауып тұрсаңда болатын шығар бүйтіп. Әдемі қылған екенсіз ғой. Мынау да болады, сабанның рөлін атқарып бұл да. Осы сабаны иә? Иә. Осыны жауып. Болды деген мынау ешек құрттар бар ғой мынау. Бұлар да биогумус өндіретіндер ғой, білесіз ба? Бұлар. Бірақ шылаушын сияқты скоростьпен өндіре алмайды да. Шылаушын өзінің денесіндей көңді асқазаннан өтседі бір күнде. Мына аламда енді қарайсыз. Мынадан бүйтіп тастасам. Мына Шымкентте. Мынадан бұлар қарай иә? Жаз болып тұр ғой. Осылай тастасам бола ма? Жаз болып тұр ғой, жаз. Болады, 5-те 2 қылыңыз да. Мына қарай 5 метр. Күн түсетін бұл жерге ше. Ертең анау қораға несие бересіз, жалдың көлдер ше. Баға бересіз. Түсіндіңіз ба, помещениеге. Көлеңкелеу болатын жерлерге өз ше, түсіндіңіз ба? Жазға қарай ше. Көлеңке көп түсетін жерлерге анау үйдің іргесіне қойсаңыз болады. Бұл жуылғаннан кейін иісі болмайды негізі бұның. Түсіндіңіз ба? Мына жерге навес тейім көкейін. Болды онда істеңіз. Алла берекесін берсін. Осы жерде пока мына жерге тастасам болады ғой, қазір бір жағын 50 қыламын, бір жағын 30 қылайын ба сонда? Иә. Кім есімің кім бұның? Құрбан ба? Мен есім Нұрхат болады. Бұнау шылаушын бағу деген кәсіп менің негізгі кәсібім емес та. Қосымша алып жүрген тірлік қой. Базарда сотканың аксессуарын сатамын менше. Киім тігіп сатамыз, бірақ осыған қосымша алып жүрміз мынанша. YouTube-пен жүргіземіз, немен жүргіземіз ше. Енді сенің мына папаң YouTube-ты қайнысың ба? Осы қайнысы болса жәрдемдеседі ғой. Түсінесіз ба? YouTube-ты түсінбейді бұл кісілер ше. Өйстіп жайлап жүргізеді тірлікті. Сосын жемісін көресіздер Алла қаласа. Мына болады енді, көрдің ғой. Көрдім, болды. Ана қаттылардың бәрі не аласыз? Үгітесіз. Бақма? Болмаса үгітілмей баратса алып тастай саласыз оны. Ал жаңағыдай қоңыр светте болса, ол да шылаушын жейін азық бар олда. Түсіндіңіз, шылаушын жүр ғой ішінде. Көрдіңіз ба? Бисмилля, ассаламу алейкум, бауырлар. Талғат ағамыздың шылаушын алу барысын толық көріп шықтыңыздар. Баршаңызға Алла разы болсын. Осы кәсіпке қызықсаңыз, уақыттан ұтылмай, ертерек бастауға кеңес береміз. Біздің YouTube каналымызға тіркеліп,
алдағы уақытта шығатын видеолардан қалып кетпей, алғашқылардан болып көріп, біздің каналымызды қолдап, лайк басып, пікір жазып, осы егін шаруашылық, ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығына қатысы бар бауырларымызға біздің видеоларымыз жіберіңіздер, көрсін. Қолдан келеді, адам істеген адам істейді. Сол себепті ешқандай қысылмастан кез келген уақытта хабарласа беріңіздер. Бізден шылаушын алумен қатар сіздер осы кәсіпті қалай жүргізу керек, қалай жетілдіру керек, қалай көбейту керек туралы білімді де аласыздар. Ол білімі тегін болады. Главный ниеттеріңіз болса болды. Баршаңызға рахмет. Байыса қазақ байысын, байыса мұсылман байысын. Бір Алла өзі жар болсын.